Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін ерекше ыдыстағы гүл десертін жасаймыз, яғни құмарадағы гүл. Керекті заттар құрамы төменде жазылған. Ыдысқа шоколадымызды бөліп салып аламыз. Шоколадымызды жақсылап ерітеміз. Шоколадымыз еріді. Енді осындай пластикалық стақанға шоколадтарымыздың барлығын толықтай жағып шығамыз. Осылай барлығын толықтай жағып шықтық. Енді мұздатқышқа жарты сағатқа қоямыз. Десертімізға құм жасау үшін орео печеньесін алып, ішіндегі салмасын толықтай алып тастаймыз. Және салмасын кремға пайдалансаңыздар болады. Мен кремге салдым. Кремге бізге маскарпон қажет, және қант ұнтағы, қойытылған кілегейді салып, жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Миксерлеп алдық. Осындай әдемі қою крем шықты. Енді креміміздің барлығын жинап, силиконды қалыпқа құйып аламыз. Ал печеньеларымызды пакетке салып, оқтаумен ұрып, үгітіп аламыз. Және оны бөлек ыдысқа салып қоямыз. Мұздатқышта тұрған шоколадымыздың сыртындағы стаканын кесіп алып аламыз. Осылай ақырын барлық стакандарымызды кесіп, шоколадымызды аламыз. Шоколадымыздың ішіне толықтай кремді салып шығамыз. Барлық кремдарымызды салып, үстін тегістеп, оның үстіне үгітілген печеньямызды сеуіп шығамыз. Печеньямызды тегістеп шықтық. Енді мен жалбыз жапырақтарын орнатам. Осы кезде әдемі ыдыстағы гүл тәрізді десертіміз шықты. Өте тартымды, әдемі, сүйкімді, дәмді десерттардың бірі. Балаларға жасасаңыздар, балаларға өте жақсы, сүйіп жейді және үлкен қуаныш сыйлайды. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Жеңіл жасалатын десерттардың бірі. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар, және келесіде менің десертімізді жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.